Olay болса ағайын бұлғатып аспанды, шуылдатып жастарды, аяқ жерге тасталды, бүгінгі той басталды. Бүгінгі той, бүгінгі той, бүгінгі той басталды. Рахмет, дастархандарыңа рахмет. Қойып жатқан табандар болмасын бүгін тайып жатқан. Ей шіркін, өмір деген қазақты жан-жаққа бөліп, тағдыр солай жүректі уайымдатқан. Арғы беттен қандас келсе, қуанамыз, жүректегі рухым мен ойым батпан. Арғы беттегі қандастарды білеміз ғой. Халиф Алтай аударып Құранымды, жай намазды далаға жайып жатқан. Қанат исламның қолғабымен мұхиттың арғы жағын сойып жатқан. Ибрахим Ескендір желбіретіп көк туымды руханиятты орнына қойып жатқан. Арғы беттен қандас келсе қуанамын, бір ғана қара жорға биіменен миллиардтаған Қытайды мойындатқан деп бастайшы. Айтпақшы, мен өзімді таныстыра кетейінші. Мәна сөйлеп тұрған асаба қай жердің баласы десеңіздер, біздің де келген жеріміз Атырау мұнайын сатып, Қостанай бидайын сатып, Қарағанды шахтасының ақшасын беріп, Шымкент мақтасының ақшасын беріп, әйтеуір түгел қазақтың байлығына салынған Нұрсұлтан дейтін қала бар. Сол Нұрсұлтан дейтін қаланың Көкшетау дейтін көршісі бар. Міне сол Көкшетау қаласынан, Ерке Есілдің жағасынан, қаптаған қалың арғынның арасынан Керейдің тойына қызмет көрсетіп кетейін деп аттан түскен бетім осы, құрметті ағайындар. Есімім Әлібек Серғалиев, арғынның бір жапырақ баласы болам. Ауылымдағы 60 шалмен 70-ге бірдің сәлемін қабыл алыңыздар. Енді ағайын, шыны керек, бүгін аптаның ортасында, жұмыс күнінде өзі керейлерге шынымен ырза болып тұрмын. 350 адамды тойға шақырған ғой, ерекеңді айтам, 350 адам. Көбінесе бұндай күні келмей қалады адамдар, жұмыспен, немен, қырсыққанда бәрі жетіп келген ғой. Ине шаншатын жері жоқ, ауа жоқ, бұл қалай болады екен деп тұрмыз ғой. Өзі 28 стол, ана кісі тіс дәрігер екен, мен жаңа біліп жатырмын. Неге 28 стол шақырттыңыз десем айтады да, сау адамның 28 тісі болады ғой дейді. Соның құрметте 28 стол шақырдым деп жатыр. Екеуі де тістің дәрігер екен ғой, ол істің қалай боларын білмеймін, бірақ тістің шаруасын қатырып қойыпты. Енді ағайын бір өтініш, мынау тілек айтамыз ғой қазір. Алыстан келдік, жақыннан келдік, Алматыдан қонақтар бар. Бірақ енді әрқайсымызға жарты сағаттан тілек сөйлесек, ана қызымыздың ұзату тойынан бірақ шығамыз ағайындар. Бірден келсейік, мынау тілек деген нәрсе азайтайық оның бәрі. Өйткені мынау коронавирус деген нәрсе микрофон арқылы жаман жұғады екен, құрметті ағайын. Сондықтан кеше ғана Астана мынау жасыл аймақтан сары аймаққа кіріп жатыр. Бүйтейік, 80 адам, 90 адам бірақ шығады тілекке. Бірақ арасынан шақ адам ғана сөйлесін. Ең үлкен, ең кәрі, біраз жасқа кеп, көрерін көрген дегендер ғана сөйлесіп болды. Қалғандарымыз сөйлемей-ақ, ойнап, билеп, демалып қайтайық. Келсеміз осыған, бұл шапалақ онда!